Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен бірге осындай эльф шапкасын тоқып үйренетін боламыз. Мінекей мынау алды жағы. Шапка баланың басында қалай тұратынын мен сіздерге фото қалдырып кетемін, содан көрсеңіздер болады. Узоры өте қарапайым, 2де 2 резинкамен тоқылады, оң және теріс болып. Бұл шапка созылатын болып келеді. 1-2 жыл ғана емес, одан да көп уақыт кие береді. Балапандарыңызға тоқып берсеңіздер. Тоқымамызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Бірден қажетті материалдарды айтып, тоқымамызды бастап кетейік. Мына розовый шапканы мен Газал Baby Cotton XL жігімен тоқыдым. 2 қабаттап тоқыдым. 4-ші номерлі спицамен. Бұл жерде 50 грамда 105 метр. Мына шапкаға 2 моток жіп кетті, яғни 100 грамм бір шапкаға. Және мына екінші шапканы өзімнің ұлыма тоқыдым. Ярнард Jeans Plus жібімен 100 грамда 160 метр. Бір қабатпен тоқылды. Бұл жерде этикеткасында 5-ші номерлі спицамен тоқу керек деп жазылып тұр, бірақ мен бұны да 4-ші номерлі спицамен тоқыдым. Шапкамыз тығыз болу үшін. Жалпы осы жіп туралы ақпаратты мен описаниеге толық жазып кететін боламын. Крючок 4-ші номер, спицы 4-ші номер, ине, мұнда үлкен көзі бар, тоқыма жіптеріне арналған 2 штук маркер, қайшы және линейка 10 сантиметрден кем болмасын, немесе сантиметровая лента қолдана беріңіздер. Одан кейін қараңыздар, егерде басқа жіп алсаңыздар, және оған нешінші номерлі спицы пайдалану керектігін білмейтін болсаңыздар, просто мына этикеткасына қарай саласыздар. Сол жерде спицының суреті тұр, яғни бұл жіпке 4-ші немесе 4,5 номерлі спицаны қолдану керек екен. Бірақ та этикеткада көрсеткен номерден бір размерге кіші алған дұрыс. Шапка тығыз болып шығу үшін. Және қағазбен, дәптермен ручка барлығын жазып отыру үшін. Енді қыздар, бұл шапканы тоқу үшін бізге міндетті түрде, қандай жіппен тоқсаңыз да, міндетті түрде осындай образец тоқисыздар. 30 немесе 40 петляден тұратын. Узорымыз бізде неге резинка 2де 2, яғни 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Осындай узор тоқып алыңыздар. Егерде спицамен мүлдем тоқып білмейтін болсаңыздар, онда осы видеоның астында описаниеге мен спицамен оң және теріс тоқып үйрену сабағына ссылка қалдырып кетемін. Соны көріп, меңгеріп, қолдарыңызды жаттықтырып алғаннан кейін осы шапканы да тоқып үйренсеңіздер болады. Так, әркім өз жібімен образец тоқыған соң, образецті біз былай тартамыз. Бос қылуға болмайды. Бос қылсаңыздар, сіздердің шапкаларыңыздың размері үлкен болып кетеді. Осылай тартып тұрып, 10 сантиметрдің ішінде неше петля бар екенін өлшейміз, қыздар. Неке қазір осын санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Яғни, бұл 10 сантиметрдегі 16 петля тек қана осы жіпке қатысты. Басқа жіппен тоқсаңыздар, сіздерде 10 сантиметрде басқа петля шығады. Және соны біз өзімізге жазып аламыз. Қараңыздар. Міне жаңағы Baby Cotton жібім 2 қабаттап тоқыған кезде міне 10 сантиметрде 16 петля болды. Ал алдыңғы серый шапка ұлыма тоқыған Yarnard Jeans Plus жібімен тоқылды. Спицы номер 4 және олда 10 сантиметрде 17 петля шықты. Көрдіңіздер ма? Жіптер әртүрлі болса, петляларымыздың да саны әртүрлі болады. Енді келесі білетін нәрсеміз ол баланың басының өлшемі. Оны қалай өлшеу керектігін қазір фото қалдырып кетем. Мен 50 сантиметрге тоқиын деп жатырмын. Енді 50 сантиметрге неше петля теру керектігін білу үшін 50 өлшемді 16-ға көбейтеміз. Және осыдан шыққан санды 10-ға бөлеміз. Осындай формуламен есептеп аласыздар. Тең болады, менде мында 80 шығады. Сонда біз спицаға 80 петля теруіміз керек. Және де ескеріңіздер, осы спицаға теретін петляларыңыз 4-ке бөліну керек, қыздар. Міндетті түрде 4-ке бөліну керек. 80
бізде төртке бөлінеді еш қалдықсыз. Ал мына жерде сері шапка тоқыған кезде 53 сантиметр ол менің баламның басының өлшемі. 53-ті 17-ге көбейтіп шыққан санды 10-ға бөлдім. Міне жаңағы формулаға салдым. Менде 90 шықты. 90,5 па сондай шықты. Мен 2 петля қостым. Себебі 90 бізде 4-ке бөлінбейді. Яғни қалдықпен шығады. 2 петляны қосқан кезде 92 болады. Осыны міндетті түрде ескеріңіздер. Мінекей 2 қабаттап жіптің ұшын ұзынырақ қылып аламын. 80 петляны теріп алу үшін. Тағы да қайталап айтып өтем. Егер сіздер спицымен мүлдем тоқып көрмеген болсаңыздар, онда менің спицымен оң теріс тоқып беремін сабағын. Және сол сабақта мына петляларды қалай теру керек, барлығы анық көрсетілген сол сабақты көріп үйреніп алыңыздар. Ссылкасы осы видеоның описаниесінде болады. Мінекей осылай бір спицаға өзімізге қажет ілмектің санын іліп аламыз. 80 ілмегімді теріп алдым. Енді бірінші қатар. Мінекей бұл кез келген размерге қанша петля терсеңіз де осылай болады. Бірінші қатарда мінекей бізде қатардың басында ең бірінші петлямыз ол кромочный болады. Және қатардың соңындағы петлямыз бізде кромочный. Сол кромочный петля қатардың басында әрқашанда жай ғана ілініп алынады. Яғни біз оны тоқымаймыз. Қатардың басында былай іліп аламыз жай ғана. Ал қатардың соңында кромочный петля бізде үнемі теріс тоқылып отырады. Кромочный іліп алдық. Енді 2 теріс, 2 оң тоқимыз. 2 теріс және 2 оң. Мінекей. Әрі қарай ешнәрсе жазған жоқпын, себебі қатардың соңына дейін осы узорымыз қайталана береді бізде. 2 теріс, міне 2 теріс, 2 оң. 2 теріс, 2 оң. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар, мына соңғы кромочный петляға дейін. Бірінші қатардың соңына келдім. 2 теріс тоқыдым. Енді соңғы кромочный петляны біз үнемі теріс қылып тоқимыз қатардың соңында. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз по рисунку тоқимыз. По рисунку дегеніміз ол узор бойынша. Алдыңғы қатарда қандай узор көріп тұрсыз, дәл соны қайталап тоқисыз. Кромочный петляны қатардың басында іліп аламыз. Одан кейін алдыңғы қатарда бізде оң петля. Яғни оң тоқимыз. Оң, оң. Одан кейін 2 теріс міне. Теріс, теріс. Алдыңғы қатарда 2 оң, оң. Одан кейін теріс, теріс. Осылай узор бойынша екінші қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Соңғы кромочный петля, бұл екінші қатардың соңы. Келесі үшінші қатарда дәл екінші қатар тоқыған сияқты міне узор бойынша тоқимыз. Яғни алдыңғы қатарда қандай узор көріп тұрмыз, дәл соны қайталап тоқимыз. Неге теріс мына петлямыз, яғни теріс тоқимыз. 2 теріс, одан кейінгі 2 оң. 2 теріс, 2 оң. Неге? Үшінші қатарды узор бойынша тоқып шығыңыздар. Үшінші қатарды біттік. Енді тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарда мен 4-ші деп белгілеген жоқпын. Біз 1, 2, 3 қатар деп санап отырамыз. Әр 3 қатар сайын бізде өзгеріс болып отырады. Енді келесі қатарда қараңыздар. Кромочная петля, одан кейін 6 теріс петля тоқимыз. Кромочная петляны шешіп алдым. Енді 6 теріс петля тоқимын. 4, 5, 6 тоқыдық. Және осы жерге 6-одан кейін маркер қыстырып қоям. Енді әрі қарай 2 теріс, 2 оң деп біз узор бойынша тоқи береміз. 6 терістен кейін әрі қарай біз узор бойынша тоқимыз. Резинкамызды жалғастырамыз.
мінекей осылай сіздер қатардың соңына дейін, яғни қатардың соңында 7 петля қалғанша тоқисыздар. Так, мінекей қатардың соңында 7 петля қалды. Маркер қыстырамыз. 6 петлямызды теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және бір кромочный петляны теріс тоқимыз қатардың соңында. Келесі екінші, үшінші қатарды біз узор бойынша тоқимыз. Кромочный іліп аламыз да, мінекей. Қандай узор көріп тұрмыз, соны тоқимыз. Бізде ар жағынан 6 теріс тоқыдық па, бер жағынан қарағанда олар 6 оң болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 оң петля тоқыдық. Маркерді мына жаққа жібереміз. Енді мінекей 2 оң, 2 теріс. Мына екі жақтағы маркердің ортасындағы петлялардың барлығы узор бойынша тоқылады. Бізде тек мына екі жаны ғана ауысып отырады. Мінекей осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Бұл бізде екінші қатар болады. Мына маркерге келгеннен кейін мына жақта 6 оң және кромочный петляны теріс қылып тоқисыздар. Үшінші қатарда узор бойынша болады. Кромочный шешіп аламыз. Енді 6 теріс петлялар тұрғаннан кейін біз 6 теріс тоқимыз. Маркерді өткіземіз да, ары қарай узор бойынша 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң. Осы үшінші қатарды өздеріңіз соңына дейін тоқып шығыңыздар. Келесі қатарда бізде уже өзгеріс болады. Так, мінекей 6 болдық. Енді одан кейінгі қатарда бізде 8 теріс петля болады. Кромочная петля 8 теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркерді ала тұрамыз. Және 7-ші, 8-ші теріс петля. Маркерді қыстырамыз. Ары қарай узор бойынша тоқи береміз. 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң. Мінекей осылай тоқи беріңіздер. Келесі маркерге 2 петля қалғанға дейін. Мінекей келесі маркердің алдында 2 петля. Біз мына жерде маркерімізді шешіп аламыз да. Мына жаққа қыстырамыз. Мына 2 петлямыз 6 петляның жанына қосылады. Сонда бізде 8 болады. 8 теріс петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мен айтып жатқан 6, 8, одан кейін 10, 12 болады. Осы екі жандағы петлялардың барлығы кез келген размерге өзгеріссіз болады. Осында болып қалады. Одан кейін екінші, үшінші қатарды біз узор бойынша тоқимыз. Кромочный іліп аламыз. Одан кейін 8 оң петля тоқимыз міне. Мынау бізде оң петля. Теріс болса бізде узорымыз мынандай болады. 1, 2, 3 қатар теріс тоқылған. 8 оң петля. Маркерді өткіземіз, ары қарай узор бойынша тоқимыз. Оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Соңына дейін тоқып шығыңыздар. Маркерді мына жаққа өткіземіз да, 8 оң петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочный петляны теріс қылып іліп аламыз. Келесі үшінші қатарда узор бойынша өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Кромочная петля, 8 теріс петля. Маркерден кейін узор бойынша тоқылады. 2 теріс, 2 оң болып. Үшінші қатарда узор бойынша тоқып болдым. Енді біз оң теріс петлямен жұмыс жасаймыз. Яғни байқадыңыздар ғой, бізде әр үш қатарда мына шетіндегі петляларға маркердің алдынан 2 петля қосып отырамыз. Мына 2 петляны қосамыз да 3 қатар тоқимыз. Одан кейін мына 2 петляны қосып
үш қатар тоқимыз. Солай екі жағынан да бірдей қылып істеп отырамыз. Ары қарай енді көрсетпей қояйын, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бізде 6 болды, 8 болды. Мына жақта 6 болды, одан кейін жаңа 8 болды. Сосын 10 қатар болады, келесі 3 қатарда 12 болады, одан кейінгі 3 қатарда 14 болады, сөйтіп 2-2-нен қосыла береді. Енді қараңыздар, қай қатарға келгендеріңізді шатасып қалып жатсаңыздар, мына узорға қарайсыздар. Мінекей. Мұнда 1, 2, 3 дорожка тұр. Яғни 3 қатар тоқылған. Бұл 3 теріс қатар. Ал артынан қараған кезде ол бізде үшеуі 10 қатар болады. 10 петлядан санаған қиындау, сондықтан да теріске қарайсыздар. Міне теріс тоқылған петлялар. Міне 1, 2, 3 дорожка. Яғни 3 қатар мұнда тоқылған. Енді келесі 3 қатар тоқиын. 8 бар. Ары қарай 10 теріс петля тоқимыз. 8 маркерді ала тұрамыз. 9 және 10-шы теріс петля маркерді қайттан қыстырамыз. Әрі қарай узор бойынша тоқимыз. 2 теріс, 2 оң. 2 теріс, 2 оң. Осылай кете береді. Екінші жақ шетіне де 2 петляны қосасыздар. Бізде міне бір осындай дорожка пайда болды, яғни бұл бірінші қатар. Екінші және үшінші қатарды біз узор бойынша тоқып шығамыз. Осылай сіздер мына ең ортасында екі жақтан қысқарта берген кезде 2 петлядан қосып, ең ортасында 2 ғана осындай 2 ғана петля қалады. 2 жанында маркер және ортасында 2 петля қалады. Соғанға дейін өздеріңіз тоқи беріңіздер.